Ассалаумағалейкум жерлестер. Мына тұрған Қызылорда полиция басқармасына біз қараша айында, өткен жылдың қараша айында ұсыныс хат жолдаған болатынбыз. Қызылорда қаласы Қорқыт Ата әуежайы арасындағы тас жол бойынша сол аралықта жолдағы жылдамдық шектеуі 60 км сағатына, яғни елді мекенге тиесілі шектеу болатын. Соны Алматы, Астана қалаларының үлгілерінен үлгі алып, үлкен жаңағыдай тосқауылдардың, кедергілердің аздығына байланысты, жолдың ұзақтығына байланысты, соларды шектеуін 80-90 км сағатына көбейтуге сондай ұсыныс хат жолдаған болатынбыз. Соған осы жақында мені жауабын алдық. Жауапта ешқандай оңтайлы бір шешім ала алмадық. Яғни сол елді мекенде болады деген сияқты жылы жауап қоя салды. Сондықтан осы орайда біз қалалық әкім аппаратына ұсыныс хат жолдайтын боламыз. Әрі қарай осы біздің арнамызға жазылып, осы келесі хатымызды алғаннан кейін біздің жаңалығымызды осы видеоға шығарған кезде өткізіп алмас үшін каналымызға жазылып кетулеріңізді сұраймыз. Және біздің қаламызға келіп жатқан жаңа кибершериф, циклоп, снеговик деген патрульдік автокөліктердің функционалдық ерекшеліктері, оның біздің халықтың қалтасына қалай жаңағыдай әсер етуі, оның қандай қыр-сырлар бар екендігіне осы полиция басқармасына ұсыныс хат жолдаған болатынбыз. Біздің YouTube арнамызға интервью беруін өтініп, соғанда тиесілі хатымызды, жауабымызды алдық. Бізге жақын арада интервью беретін болды. Осы YouTube арнамызға жазылып, келесі жолы осы интервьюімізді өткізіп алмауға тырысыңыздар. Рахмет. Қызылордадан Фархат.